Башылықтарына салам достар, екі артында бұл мен Дуға, және де бұл менің бұл играша проектінен видео шығаратын каналым. Бүгінгі видеода мен Кастрома серверінде 100 күн ойнайтын боламын. 100 күн дегеніміз бұл бізде 100 серия. Және де мен 100 күннің ішінде осы заттардың барлығын орындап шығуым керек. Мен ойынға кіріп, негім барлығын создавать етіп, уже 4 задание бітіріп тастаған болатымын. Бұл 4 задание арқасында маған көптеген кейстар не болмаса тағы да елошын шарлар берді. Біз мұнда қазір ревардтың ішіне елошын шарларды ғана аламыз, ал ақшалардың барлығы әзірге тұратын болады. Все, біздегі ревардты қарасақ, бізге көптеген заттар берді. Пыл, не болмаса тағы да басқа. Енді біз XP-лардың барлығын алатын боламыз. Мұның 500 XP, ежеден кейс 20 000 рубль барлығын олардың бәрін алмай тұрамыз. Олар әзірге қала тұратын болады. Тағы бізде одеждадан сосын алатын боламыз, ал біз ары қарай жалғастырып квесттарымызды өтей берейік. Так, бізде уже 2-ші уровеньді апат етіп алдық. Бүгінгі серияда мен 4-ші уровеньға жетіп алатын боламын. Все, біздер деген квесттің барлығын уже өтейін деп қалдық, уже последний задание қалды. Осы қазір анау қабақтан біз деген подаркамызды алатын боламыз. Так, бізде міне Аннамен сөйлесеміз, одан кейін все барлығын түсінікті. Енді ары қарай біз анау Петр Шторм дейма, соған қарай барамыз. Ол бізге өзінің подаркасын беретін болады. Так, қазір біз оған мына жерде бір админ скин тұр, тағы да басқа адамдардың скиндерлері тұр. Біз енді бұйырса 15 миллионға сет құрайтын боламыз 3-4 серияларда, бірақ әлі нормально ақша жинайтын болсақ. Так, все, ты молодец, пацан, анамно, маған пацан дейма, база жоқ. Міне маған подарка берді. Енді мен қазір ол подарканы аламыз, және де сол подаркың ішіне не түскенін көретін боламыз. Так, бізге не түсі көрейік. Берема, бермеймін өз. Все, бізге аксессуар шлем победителя, және де 60 000 рубль, 20 000 елочный шар, және де 3 000 БП очко берді Петр Штормға от души. Міне достар, мен бүкіл ақшамды ревардта ақшаларын бәрін алып алдым. Уже бізде балл 205 000. Енді біз ары қарай кейстардың барлығын ашатын боламыз. Бізде тағы бар кейс помжалар беріп жеріпті, 2 кейс помжа, және де 2 ежденовны кейс беріп жеріпті. Қазір бұның барлығын мен қазір ашатын боламын, және де 30 000 рубль беріпті, 10 XP беріпті. Так, алып аламыз. Все, қаландар бізге әлі керек емес. Так, біз уже қараймыз, уже бізде 3-ші уровеньға келіп алдық. Ал енді ары қарай біз кейстардың барлығын ашатын боламыз. Так, все, ревардты қараймыз. Так, 2 ежденный кейс, 2 кейс помжа. Так, ал ежденный кейсті ашайық. Біріншіден бізге XP түсті. Бұл бізде неше XP? 6 XP бізге түсті. Так, ойбай, областы мүсініз. Так, тағы бір рет ашатын боламыз. Бұл бізге наны біз расплыть етіп жеретін боламыз. Ал қалған 2 кейс помжаларды тағы аша беретін боламыз. Так, кейс помжа аштық. Бізде біріншінде бір Жигули түсті. Бұл Жигулиді біз госқа сливать ететін боламыз. Ал екіншісін тоже ашатын боламыз. Бізге XP берді. XP бізге өте маңызды. 12 XP. И бізде уже бүгінгі видеода 4-ші уровеньға жеттік. Все, бізде 4-ші уровень, біз MM'ді жазып қарайтын боламыз. Қазір біз барлығы машиналардың барлығын госқа сливать етеміз, яғни махватшын заданиесін сөп болған соң. Бізде уже 240 000 балик. Так, бізде уже 4-ші уровень. Ендігі кезек біз қай жаққа барамыз? Біз енді баратын жеріміз Дядя Михайлович. Так, бізге тағы бір кейс помжа беріп жерді. Открытті басамыз. И так, ырымын жасап бір ашып жерейік. Так, бұл бізге мынандай бір 7 ма, қандай машинаны білмеймін, ұмытып қалдым. Так, бұл машинаны госқа тоже сливать ететін боламыз. Бізде слот жоқ әзірге. Все, ендігі кезек біз Дядя Михайловичқа қарай баратын боламыз. Все, Дядя Михайловичқа қарай біз жақындап қалдық. Қазір бұны промо айтпақшы достар, мен промо Бавана деген промо жазатын боламын, потому что ол жақта бізге PPS беретін болады. Сол PPS арқылы мен видеон, яғни VC-ға кіріп VC-ның заттарын жасайтын боламын. Кстати, 2-ші бөлімде қандай нәрсе қалай не істейін, соны барлығын комментария жазып кетіңдер. Сіздердің қолдауларыңыз арқасында мен деген жақсы сериалдар түсіретін боламын. Айтпақшы, лайк басып каналға тіркеліп отырыңыздар. Бұл сіздер үшін 1 секундтық, ал мен үшін үлкен мотивация. Все, Дядя Михайловичқа келдік. Енді обучениесін Дядя Михайловичтың обучениесін өтетін боламыз. Все, біз деген заводты таңдаймыз, и ары қарай біз заводқа жол тартамыз. Бізге 2000 рубль және де 1 XP берген болатын.
Все, біздер деген заводқа келіп енді ары қарай бірінші ходкамыз істедік. Бірінші ходкада бізге 400 ба сондай рубль берген болатын, 450 ма сондай рубль берді. Ал бізде қазір тағы бір материал алып, тағы да пахать ететін боламыз. Сосын достар, қараңыздар, мына жерде занято деп тұр да. Ол занято деген қалай ол сонда? Мына жерде адам тұр ма, ол қалай, или ол чит па? Қараңыздар, мен қарап тұрам. И жанынан бір адам өтеді, или ол бот па, білмеймін, әйтеуір чит сияқты әйтеуір ұшып өтеді. Анау ан жақтар бос тұр да, но занято деп тұр. Ол қалай ол сонда, достар? Соны комментарийға жазып кетіңіздер, чит па, әлде ол сондай баг па? Все, біздер деген тезірек пахать етіп тастаймыз. Мен өткізіп жіберетін боламын пахать еткен кезімізді. Все, біздер деген заводты аяқтайтын боламыз. Біз 1000 рубль таптық. Все, енді бізге 1400 рубль және де 1 XP және де 3000 рубль берді. Енді біз ары қарай покиньте интерьер, яғни заводтан шығатын боламыз. И сосын сразу киімізді ауыстырып тастайтын боламыз. Біз қазір 24-7 магазинге барғаннан кейін сразу автоматически біздің киімімізге ақша беретін болады. Сондықтан достар, осындай лайфхакты қолданып жүріңіздер. Ең бірінші ивентті жасаңыздар, содан кейін кейспом жасаңыздар. Бірінші подарканы алмай тұра тұрамыз, 4-ші орынға жеткен соң бірақ подарканы алдыңыздар. Сіздерге кеңесім сол. Енді біз ары қарай семерканы алайық десек, бізде права жоқ. Енді біз дядя Михалычтың заданиесін ары қарай орындай беретін боламыз. Және де достар, мен дядя Михалычтың бүкіл заданиесін жасаған кезін барлығын өткізіп жіберетін боламын, потому что ары қарай сіздерге қызықсыз болып кетеді. И достар, біздер деген автошколаға келдік. Енді біз қазір штрафымызды төлейміз, и бізге 7000 рубль және де 1 XP берген болатын. Ары қарай біз қазір права тапсыруға кететін боламыз. Права бізге 2500 рубль тұрады, бірақ біз оны тегін тапсырамыз. Ол қалай десеңіздер, ол сондай Благрашаның тупой багы бар енді. Енді біз ары қарай осы барлығын өтетін боламыз. Мұның жауаптарын, тесттің жауаптарын мен Telegram каналымнан ала аласыңдар. И біз мына тестті барлығын өтетін боламыз. Яғни тест дегенде біз машинамен достап тұрып тестті өтетін боламыз. Бұл енді оңай, мен үшін тезірек өте салатын нәрсе. Маған слишком оңай деп айтуға болады. Бұл праваны мен күніге бір 5 штуктан тапсырып өтемін. Так что уайымдамай қойыңдар, Telegram каналымда бар жауаптары. Так, все, финишқа келдік. Енді біз ары қарай қалаға шығып, қаладан ары бері жүріп, көреміз өшім не істейтінімізді. Все, мынаны бітіреміз и поворотнигімізді жағам, и все. И бізге 10 000 рубль берді. Және де 1 XP. Бірақ менде по баку маған 20 000 рубль берді. Енді мына машинаны біз отырып мына семерканы шығарып аламыз, және де мынаның заданияларын, яғни АЗС-қа барамыз деген сол заданияны бітіреміз. Сол задание бітіріп болғаннан кейін, ремонтный набор барлығын алғаннан кейін, дядя Михалычтың заданиясын сау болып бай-бай қыламыз, потому что ары қарай бізге машина алып минусқа кіріп кетеміз. Біздің өзімізде машина барып, так что бұны госқа сливать ететін боламыз. Бізде уже 4-ші уровень 14-те 20 болды. Так, бізде қазір вокзалды іздеп алайық. Вокзалға барамыз да дядя Михалычқа бай-бай дейміз. Так, все, келдік дядя Михалычқа. Енді біз дядя Михалычтың заданиесін бітіреміз. Все, енді мынаны госқа сливать етеміз. Тағы да біз бір машиналарды госқа сливать ететін боламыз. Все, мынаны госқа тоже 90 000 рубль берді. И бізде 450 000 плюсқа кірдік.